Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Ренчо. Достар, бүгінгі видеода Mobile Legends YouTubeға видео салмағалы көп болып кетті, сондықтан осыда бір видео салып тастайын дегенім ғой осы каткада. Жалпы маған қарсылас дәл қазір жоқ, себебі қарсыласта Боецтің орнына 2 стрелок, сондықтан маған қарсылас келмейді деп үміттенемін. Келмесе тіптен жақсы болатын еді, себебі мен алтындарды жоқ, Лейла келді. Алтындарды зат қылып алатын едім, маған кедергі жасайтын Лейла келіп қалды. Так, ортада төбелес болып жатқан сияқты, ортаға барып келейік. Ал сіздер лайктарыңызды басып, арна тіркеліп қойыңыздар, комментария жазып, менің активімізді көтеріп қойыңыздар. Ал қазір мына киллді біз алдық. Sen pizdes adam екенсің. Лайктарыңызды басып, арна тіркеліп қойыңыздар. 1 килл ғой, короче. Ойынның 1 минутында 1 килл. Жарайды, енді асын тез тұтамай тұрған Лейланы айырып жіберейік. Жалпы басында, ойынның басында бейінмен жалпы төбелесу өте қиын. Тек арттан тихарасына атып түкіріп тұрмасаң, бұлай өлтіре алмайсың. Ал мына жерде Лейланы күтіп алайық. Лейла вообще там мия ғой, айыратын сияқтымыз, бай жанымыз. Жоқ, таяқ жеп жатыр. Нихуя себе, блядь. Вроде қашу керек бізге. Қаш. Құтылып кеттік бұл жолы. Келесіде өйтіп бармайым. Үшім болмай қалды, а то үшім болғанда сразу өлетін еді. Мен артынан резко алу карт па, сол келіп тұр ғой, ебать, қашып өргердім қайта. Мына жерде біздің лесте алу карт жүр екен, біздің лесті негізі бермей берейік. Алдымыздан біздің Шаршап кеттім мен, шешемін я. Шаршап кеттім. командаластар шықты. Давай осы жолы айыратын шығармыз. Давай біздікі бұл жолды. Жоқ, біздікі емес екен. Так, ар жағынан барып Лейланы өлтіру. Жоқ, өлтіріп кетті. Немеле адам шең. Барлық киллді алып кетті ғой. Так, енді жағдайды қарай тұру керек. Мына жерде жалпы 2-3 төбелес кетіп жатыр. Негізі 2-еу қашып кетті. Бармағанымыз жақсы болды. Мына жердегі золотаны тездетіп алып алайық. Негізі осы золотаны шешіп алған бізге жақсы болады, себебі басқаларынан ерте ақша жинап, короче, тез дамитын боламыз. Мына жерде Лейла мені баштен Жайрақ нахуй. Çok блядь. Tot емеспін. оның ішінде ұстап алып өлтірмекші болды, бірақ оған өлетін мен бар ма? Негізі үшімізді құрбосқа құртып қойдық. Құрбосқа дегенде соның арқасында тірі қалдық қой. Сондықтан кішкене осы жерде күту керек. Лейла жалпы рисковать етіп келмейді сияқты. Франко келді. Менікі бұл жолы Мияны көтін айырып жібердік плотно Франконың арқасында. Енді келесі, короче, жоғарда 4 адам жүр екен. Жоғарға бару өзі үшін үлкен, ұзақ. Ойбай, картаның басына дейін бару деген ұзақ қой, барам дегенше. Төбелесте аяқталып қалады. Сондықтан мына жердегі золотаны тездетіп шешіп алғанымыз бізге тиімдірек. Лайктарыңызды басып, арна тіркеліп қойыңыздар. Мына жерде қазір Пидорас! Лейла қайтадан машинасында ұстап алды мені, бірақ бұл жол үшімізді құртпай телепортпен қашып кетеміз. Так, мына жерде біреу келді ма? Лейланың қасында біреу келген сияқты болды маған. Мен жалпы түсінбей қалдым, қазір көрерміз. Сондықтан жалпы Лейлаға шабуыл жасаудың қажеті жоқ. Соны менде тимболи ондай қатты магиялық күште жоқ. Сондықтан шабуыл жасамай тұрамыз пока что. Лучше ортадағы бақашаяндарды өлтіріп ақша жинайық. Мына жерде алу карт жүр екен. Алу картты дәл осы давай өлтіреміз екен. Жоқ, қашып кете ма деймін. Қап, машинасына кіріп кетті. Машинасына кірмегенде өлтіруге болатын еді. Бізге қазір астындағы машинаны қорғау қажет. Лейла өзі золотасын шешіп тастады. Мен бағана бері 2 рет бақашаяндармен шабуыл жасаған өзінде. Так, жоқ, қашамыз ба деймін. Жоқ, өлтіреміз ба деймін.
Жоқ, қашу керек. Бәләді. О, короче, мә ха-ха демесең бұл деген потолок қой шешесі деген. Мә, шеше өліп қалдым. Тупо өліп қалдым деп аққан кезде. Мен негізі до конца ұрғанымда жаңа бар емес өлмейтін едім. Ұрмай екі ойлы болып қалдым, қашайын ба, өлтірейін ба деп. Екі ойланып, бір ойланып, короче, пиздес өліп қалған соң, короче, не айтчым. Так, бізде 3 килл 2 рет көмектесті. Ортада Алукартмен төбелесіп жатыр. Үлгереміз ба? Жоқ, үлгермейміз. Алукарт өліп қалды. Жалпы, так, жоғарға барудан қажет жоқ. Ортада Лейла менің башнямды тез ұстамақшы. Башняны никак бермеу керек жалпы. Ойынның 5 минуты ғана ғой. Так, шымен ішім далаға кетті. О, түкірігімде далаға кетті. Короче, пиздец. Давай. Жоқ, бұл жол өлтіретін сияқтымыз сондықтан до конца. Ане, нормально так жинап алдым. Таракан башы үшін. Лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп қойыңыздар. Мына жерде білден пизду, короче, маяқта таракан анау мынау жүр. Любой үйде бар шығар ғой. Заебал. Емін мен көрпешемнің үстінде жүреді ғой, таракан деген бар ғой. Так, башынан қопарып салып, енді жалпы басқа жақтарға барып төбелесе беруге болады бізге. Нормально ақша жинадық десек те болады. Міне ортада Алукарт жүр екен, пизду оны өлтіріп үлгермейміз. Лучше мына Мияны көреміз ба? Жоқ, бері қарай келатыр, өлтіруге болады. Давай, телепорт. Өл. Бәләт. Өмірге деген талпынысым пиздес нахуй. Чуть-чуть қыпа кетіп қалды ғой, сука. Ничего, жақсы, ештеңе етпес. Короче, мына жерде ортада Лила, астында Лейла менің башнямды екіншісін қопартып тастамақшы. Соның көтін айыру керек. Срочно менде үшім жоқ, жалпы бару өте қауіпті. Сондықтан пока что бұнайларды тоқтата тұрайық. Ал сізде лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Комментарий жазып дегендей ғой, короче. Негізі просмотр болғанды похуй, жалпы лайк басасыңдар ма, баспайсыңдар ма. Просто маған бар емес, видео түсірген ұнайды. Ішім пысқанда, короче, ойының қызық емес болып кетеді кейде. Постоянно ойнай берген кезде қызықсыз болып кетеді. Сол кезде видео түсіріп, өзіңмен өзің сөйлесіп, солай видео түсірген кайфта. Ойнаған кайф сосын. Просто менде сөйлесіп ойнайтын жалпы достарым жоқ. Командаластарым деген сияқты. Сол үшін мен видео түсірем. Так, мына жерде мен түкіріп үлгермей қалдым, бля. Ебани в рот, сука, сучка, ебани! Ебал егінді! Яға ебам, ебани в рот! Нихуя себе, блядь! Салам деп! Не пиздец побасырдан хатайып! Заебали нахуй! Өлтіретін, сука. Шеше сген дейсің ғой, короче, Мия дейсің да. Паразам бар ма дейсің ғой, короче, паразам никак келмейді, просто паразам бар ма деп жаза саласың, короче. Негізі қазақша боқтай берсеңіздер болады, бірақ орысша боқтауға болмайды, себебі орысша жалпы бамбер жүреді орысша боқтағанға. Жалпы мынау маған да боқтады деген, короче, бамбер беретін зат бар. Соған боқтаса, короче, сондай болып қалады. Бамбер жүреді. Мына жерде, короче, астында Лейла жүр екен, бағана пидарас мен өлтіріп кетеді. Бұл жол мен өлтірем. Все, пидар. Фук, өлді. Бір балық мынауда жоқ, бұл жол мына үлгермей қалдым, короче, мына пиздес герой ма дедім ғой. Вообще ойнап көрмеп ма ана героймен? Түсінбеймін магияларын. Суға айналып кете ма, су болып ұшып кете ма бірдеңе болады әйтеуір. Базар жоқ ойнайды екен, 9 килл, вообще өлмеген, 4 рет көмектескен. Жалпы базар жоқ. Так, пока что МВП, так, машинаға екеуі мініп кетті де, сибанца болды ғой, сибалса, давай. Пошел нахуй, пошел захуй. Опа, екеуі двойнойға сразу. Бір магия двойной ғой. Осының бейнің екінші магиясы қатты ұнайды, жан толтырады, еще хпында өте көп алады. Так, маг герой немесе мынандай стрелоктарды бір түкіріп, жалпы жарты хпысын жоқ қылуға болады. Так, қайда? Далаға түкіріп. Бір килл алып кеттік. Эймон дей ма, короче, Вейл ма,
соны өлтіріп кеттік. Мен аттарын ондай қатты жаттаған жоқпын, короче. Беатрис, так екеуін де алмай қалдық. Мына жақта Алукарт келді. 4-ке 1 келу деген бұл долбоебшылық. Мына мал мына жақта не істеп жүр? Телепорт жасайсың ғой, короче. Прикол тағасың ғой. Әне конкрет прикол тағасың ғой. Мал болып қалып қояды кейбір адамдар. Бізде құтқару деген жоқ. Так, мынау Клин бот па немене? 5-7 тұрғанын біліп тұрып келіп тұрған ғой, мал ма? Так, Франко тарта алмай жатыр, пизду, онда қашты ғанасы. Мен ортада көптеген бақашаяында жиналып қойыпты, ақша жасап алып, короче, келесі біздің хуйнямызды алу керекпіз. Сондықтан кішкене ақша жасап, лорд сындырып жатыр екен, лордқа бару керек. Лордта, короче, обязательно мешать етуге біреу келеді ма? Вейл келді. Так, Вейл өліп қалды. Мына жақта Беатрис. Бұл Беатрис біздікі база жоқ. Мына жақта біреу Клейн алма кезек келіп өлетіндер екен, база жоқ. Бұлар бізге оңай килл болады. Так, мынау менікі. Әне Бұл өмірде әділет бар деп саған кім айтты? күтіп тұрып атасың ғой, короче, килл. Сонда кім жүр екен, үлгермей қалды. Короче, біртінде келіп өледі. Осындай долбоебтарды көрсеңдер, короче, лайк бас қойыңыздар. Опа, далаға түкірдім, не болып кетті? Кім Лила алып кетті? Негізі мен өлтіретін далаға түкіріп тұрмын ғой, магиямды шешесі. Так, жалпы 36-та 7 рет ұту деген өте керемет жалпы. Так, лорд келе жатыр. Лорд келем дегенше мыналарды біз мына жақта тірей тұру керекпіз. Лордты тоқтатпау. Қалған үшеуі қайда жүр екен? Сол қызық болып тұр. Алукарт менен жүр екен. Башнясында тығылып тұр ма бағана өрт? Так, үшеуі, короче, қалған бәрі 5 команда бастарын. Мына жақта кіріп кеткен кімдер мына жақта? Короче, бүйтетінді бір көресінде екеуін алып кетесің ғой, короче. Так, Вейлді аламыз да. Вейл. Жоқ, қыпсын толтырып үлгерді, өлтіре алмаймыз. Болды, ойында аяқталды. Лайктарыңызды басып, комментарий жазыңыздар. Кім МВП? Пай, сума деп МВП. Мен, короче, біраз өліп қалдым ғой. Су өлді ма вообще? МВП боламай қалдым. Бірақ нормально ойнады деген береді. Жалпы айттым ғой, екінші деңгейде мен тұрпын, 3-ші деңгейде так Франко тұр, 4-ші деңгейде, короче, кім тұрған? Машина ойнайтын хуйня. Короче, давайте.